қосайын ба? Progress. Как менің осы жерде запись. Айдар, менің экраным көрініп тұр, таймфрейм жайлы Иә, логикасы. көрініп тұр. Окей, мына жерден мен нені де алып қояйын. Сосын GC алтынды өзің көрсетерсің. Айдар? Хорошо. Окей. Таймфреймнің логикасы. Осыған келген кезде біз көп қателік жасаймыз. Негізі сіздің жаңағы трейдинге болсын, инвестицияда болсын, график қарау ол алғашқы жаңағы қадам да, алғашқы қадам. Бірақ оның тәртібі бар. То есть тәртіп бар жерде, тәрбие бар да. Тәрбие бар жерде білім болады. То есть тәртібіңіз жоқ болса, онда ары қаратай білім болмайды. То есть кез келген жаңағы университетке бар, мықты университет, Американың мықты университетінде, онда ол жерде мықты тәртіп бар дейміз. Дәл солай сіздің компьютер ашқаннан бастап сіз кәдімгі қағазға тәртібіңізді жазып қоюыңыз керек. Сонда ол жердегі тәртіп таймфреймнің тәртібі да. Сіз аша сап 1 минутқа немесе 5 минутқа кіріп кетсеңіз болды, уже қателестіңіз да. То есть жұмысқа кіріп бардыңыз да, пока жаңағы жұмыстың өзінің киімі бар, тәртібі бар деген сияқты өзінің процесімен басталғаннан бұрын сіз бардыңыз да кішкентай таймфреймға кіріп кеттіңіз, и сіздің ойыңызды резко өзгертеді. Кішкентай таймфреймдер мысалы құлап жатуы мүмкін, 1 минут, 5 минут деген сияқты да. Шорт болады екен ғой деп миыңда қалып қояды. Түсінікті? Көзің алдап кетті сені. Анау құлап жатқан сияқты болады да 1 минутта. Сені көзіңді резко алдады, болды. Қалған уақытта сен тек қана сол ойдан аса алмай қаласың. Оны қалай түсіндіруге болады? Бір адам әлі сізге мысалы бір бизнес партнер ретінде да, біз жаңа бизнес партнер ретінде жаңағыдай сөйлесейін деп тұрсыз. Бір бизнес жайлы, ары қаратай жұмыс жасау жайлы. Ал қасында бір адам сізге звондап қалды, немесе сөйлеп қалды. Ана адам дұрыс адам емес, байқа, немесе ол адам алдап кетеді, немесе ол адам деген сияқты сізге миыңызға уже жаңағы керек емес бір бот картинаны жібере салады да. И ана адаммен пока сен сөйлескен кезде ана дүние басыңызда болады. Сонда негізі ол адаммен дұрыс жұмыс жасау, ол адаммен болашақта үлкен бір жұмыс немесе таныс дос ретінде қалыптасуға болар еді, бірақ мына сөз әсер етті. Немесе ол адам келіп отырды столда, и вроде жолда бір жағдайға байланысты киімі кір болып қалды, немесе жаңағыдай бір ашуланып келген болуы мүмкін, бір жаңағы нелерге байланысты, өздерінің өмірдегі жағдай. И сол эмоциясына байланысты сен сол адамға шешім жасай салдың да. И ол адамды резко жаман деп бөліп жібердің да. То есть ол адаммен әлі жаңағыдай үлкен бір таймфрейммен сөйлесу керек. Мысалы, Айдар деген жігіт та. Айдар деген жігіт соңғы 15 жыл, 3-4 жыл Америкада болған, мына жерде болған, мына IT болып жұмыс жасаған, 3-4 жыл трейдинг жасаған. Сонда бүкіл сторисін білесің да Айдар жайлы. Сосын онымен сөйлесіп келесің, сонда Айдар жайлы үлкен бір картина қалыптасады да. Енді Айдармен дальше не істейміз Айдармен? Лонг жасаймыз ба Айдар? То есть лонг жасаймыз, жұмыс жасаймыз ба дальше? Сол кезде шешім қабылданады. Сонда алғаш компьютерді ашардан бұрын, мысалы жаңалықтың бәрін тексергеннен бұрын таймфреймді қарау керек. Таймфреймді қарағанда ең бірінші weekly таймфрейм, апталық таймфреймнен бастаймыз. Түсінікті? Инвестор болсаңыз да, дей трейдер болсаңыз да, даже скалпер болсаңыз да, үлкен таймфреймнен бастаймыз. Неге? Бұл бізге бір әдет болып қалыптастырады. Үлкен картинаны қарауға. Біз көбіне, даже өмірде де, біз көбіне неге 1-2 жылға қатты көңіл бөліп қаламыз. 1-2 жылда. Жоқ, сен ұзақ уақыт қара. Өйткені сен егерде 10 жыл бұрын айталық, 10 жылыңды асықпай жоспарлайтын болатын болсаң, онда сен асықпай қызмет жасайсың да. Асығыс болмайды сенде. И бір сабыр деген дүние қай кезде пайда болады? Сен ұзақ мерзімге қарағанда сабыр пайда болады. Сабыр, мысалы 1-2 минутта, 5 минутта шешім жасайтын болса, ол жерде сабыр болмайды. Ұзақ мерзімге қараған адам, ода сабыр болады. Сонда мысалы инвестиция жасаған кезде біз даже айлық таймфреймдерді қарауға тырысамыз да, чтоб акцияны салдық, 1 айда бір, 2-3 айда бір қарауға. И апталық таймфрейм, осы сіз мысалы 1-2 апта ұстайсыз, немесе 1-2 күн ұстайсыз.
немесе жаңа бір екі 5 минут 15 минут деген сияқты ұзақ мерзімге жаңағыдай тренд ұстаған кезде апталық таймфреймден бастаймыз да. Апталық таймфрейм бізге не береді? Апталық таймфреймде бұл жерде үлкен инвестициялық банктар, олар бір күнде сатып барлық позициядан шыға алмайды. Ол апталап, күндеп уақыт керек. Апталап, күнде уақыт керек. Сол үшін бұлар мысалы понедельниктен кейін өздерінің осы аптадағы апаратын бағасына қалай апару керек, немесе сататын бағасын қай бағытқа сату керек. Сонда осы апталық таймфрейм біздің жалпы үлкен картинамызды шешеді. Үлкен картинамызды шешеді. Сонда егер де мысалы weekly таймфрейм, апталық таймфреймнің, жаңа егер де бұл апталық таймфреймді бірінші қарамасаңыз, онда осы аптада қалай жұмыс жасайды деген сізде картина болмайды. Үлкен жаңағы апталық таймфреймді білмесеңіз, алтын болсын, күміс болсын, акция болсын, маңызды емес. График бір. Егер де графикті дұрыс түсіне салсаңыз, ары қаратай алгоритм дұрыс түсінсеңіз, онда ары қаратай кез келген инструментті жасауға болады. Жасауға болады. Сонда бірінші біз апталық таймфреймнен бастаймыз. Мысалы, мен мына жерде ашып тұрғаным апталық таймфрейм да. Апталық таймфрейм. Апталық таймфреймді қарасаңыз, мына жерде үлкен бір апта бойы сатып алынды. Сөйтіп келесі апта пулбагын жасалды да, осы апталық таймфреймнің ішіне кіріп қайтадан сатып алынды. Сонда мен апталық таймфреймде мына жерден келіп, ең жоғарғы бағасы мен ең төменгі бағасын белгілеп қоямын да. Мынау жаңағы декабрьдің, мынау бізде Алдыңғы апта ғой, короче. мынау алдыңғы апта. Алдыңғы апта. Алдыңғы аптада сонда алдыңғы апта бір аптада сатушылар басым болған екен. Сатушылар басым болған, сонда сатушылар басым болатын болса, 5 күннің ішінде сіз тек қана сатылымды дұрыс жасап olсаңыз, онда өткен апта сіз пайдаға шығасыз. Лонға қарағанда шорттар көп болған. Шорттар көп болған екен көріп тұр. Шорттары көп болғаны көріп тұр. Сонда үлкен таймфрейм соны көрсетіп жатады. Сосын бұл апталық таймфреймнен жаңағы үлкен диапазонды ұстауымызға көмектеседі. Мысалы, апталық таймфреймнің ең бір төменгі бағасына келгенде, бұл апталық жаңағы отказ жасаған жер болғандықтан, сол жерге келген кезде апталық таймфреймде міндетті түрде отказ жасалынады. Мысалы, апталық таймфреймнің, мысалы, жоғары жағынан отказ жасаған жерден тағы да апталық таймфрейм апталық бойынша құлаған. Сонда апталық бойынша біз жалпы үлкен бір картинаны қалыптастыруымызға болады. Мысалы, осы аптада осы екі аралықта болған екен. 6772 және 6930 деген сияқты осы бір 150 пойнттың арасында жүрген екен. Арасында жүрген екен. Енді апталық таймфреймнен жалпы үлкен картинаны қалыптастырамыз, жоғары және төмен деген сияқты бағаларын белгілеп қоямыз. Кішкене бізде хотя бы бір 25% маркетке деген түсінігіміз қалыптасады. Ал көбіміз бір сағатқа, сіздер қай таймфреймді бірінші бастайсыздар, шынайы жазыңыздар. Қай таймфреймді бірінші, мысалы, картинаны аштыңыз и жұмыс жасау үшін қай таймфреймнен бастайсыз? Қай таймфреймнен бастайсыз? Невка жақсы. Дейли өте жақсы, да? Дейли 4 сағат 30 минут дейді. 4 сағат 30 минут, ол қазір 4 сағат 30 минуттың қандай нені көретінімізді көрсетейін. Күндік дейді, жақсы, өте тамаша. Сонда неге апталық таймфреймнен бастағанда, не только біз трейдинг, да? Болашақта кез келген трейдер болсын, swing трейдер болсын, сіз болашақта бәрібір инвестицияға өтесіз. Ақшаны көп тапқан адам бай емес, сол ақшаны бір сақтай алған адам бай. Түсіндірсіз ба? Таныстарыңызға қарасыз, бір жыл байып кетуі мүмкін ол. Айталық, бірнеше 50 миллион, 100 миллион теңге тауып алуы мүмкін. Бірақ ол бай емес әлі. Ал сол 100 миллион теңгесін келесі 5-10 жыл ұстай алған адам галочка алады. Ол бай. Өйткені ана ақшаны ұстап тұра алды. Сонда біз трейдингнен неден тапқан ақша болашақта инвестицияға кету керек. Инвестицияға кеткен кезде, мысалы, ақшамыз құнсызданып жатыр. Ал доллар көтеріледі, дәл солай компания көтеріледі, акция міндетті түрде көтеріледі. Неге? Өйткені Америкадағы 10% адам, миллиардерлер,
маркеттің 80-90%-ның ақшасы, маркеттің жалпы алтын болсын, биткоин болсын, соның 80-90% ақшасы Америкадағы 10% байларға тәуелді. Яғни маркетті қозғалтып отырған біз, сіз сияқты қарапайым адамдар емес, осы үлкен миллиардерлер. Ал бұлар маркеттің құлағанын қаламайды. Маркеттің тек қана өсе бергенін қарайды. Арасында кішігірім құлау болады, біз үшін құлау, бірақ олар үшін арзан бағада сатып алу. Сонда осы апталық таймфрейм бізге болашақта инвестицияға дұрыс өтуге көмектеседі. Немесе араңызда кейбір адамдар күнде компьютерда отыра алмайды. Мен сатып аламын, жақсы бағадан сатып алған соң маған бірнеше күн немесе бірнеше апта ұстау керек. Бір жаңағыдай бір минутта, бір секундта шығу, ол маған миыма келмейді, ол как будто казино сияқты болып көрінеді десе. Ол дұрыс. Бірнеше апта бойы ұстаймын деген. Онда біз апталық таймфреймнен үлкен картинаны қалыптастырамыз. Бағының мақсаты қандай деп апталықтарды қараймын арасында дейді. Жақсы. Енді сол осы апталықты қараймыз. Енді апталықтан кейін біз жаңағы дейлиге өтеміз. Дейли, былай айтқанда, ол кәдімгі тәртіппен дейли хай, дейли лоуды жасаймыз. Төменгі. Ол бізге жалпы осы күнгі апталық таймфрейммен келесі апта қалай болып қозғалатынды бағыттасақ, дейли таймфрейммен біз бүгінгі қозғалысты бір 25% түсіне аламыз. До этого апталық таймфрейм бойынша 25% бойынша үлкен картинаны көрдік. Жалпы, мысалы, Айдар деген жігіттің бір тарихын көрдік. Қай жерден басталды? Мысалы, акцияға инвестиция жасау, келген дүниеге инвестицияны адам ретінде қарастырғаныңыз дұрыс та. Бір адамның басынан соңына дейін бір тарихын көрдік. Енді дейли таймфрейм бойынша қысқа уақыттың ішінде біз қалай жұмыс жасаймыз? Келесі. Сонда дейли таймфрейм маған нені береді? Маған осы күнгі байес дейміз. Осы күнгі бағытты көрсетеді. Мына жерде күнді қоя салайын. Күнді қоя салайын. Мысалы, алдыңғы апта қарасаңыз, астын бұзғаннан кейін, дейлиді бұзғаннан кейін, мен мынандайды көрдім ба, мен онда шортта отыруым керек. Мына күндерде, мына дейли таймфреймдер бұлай ашылып, астын бұзып келе жатыр ма, онда шортта отыру. Дальше дейли таймфрейм уже жоғары қарай кетіп жатыр. Сол келесі апта, мысалы, мына күндері болатын болса, мысалы, мына күн вторник дейік, бүгін среда. Сонда мен қарасам уже мына жерден, мынаны кішкене жақындатайын, үлкейтіп, чтобы сіздерге неге дейін көрінетіндей. Мына жерде алдыңғы күнге қараймын, алдыңғы күн не істеді? Мына осыдан бұрынғы сатушылардың астын тазалап жоғары қарай кетті. Уже көрініп тұр, осыдан бұрынғы күн сатып алушылар кірген маркетке. Сатып алушылар кіріп тұр. Сонда бүгін 60-70% жаңағы сатып алушылар кіреді. Сатушылар кіру үшін маған мына жоғарыдағы бағасын тазалаған жағдайда, тазалап астына кетсе, бірақ менің осы, мысалы, сенің бүгін среда, вторник күні уже үлкен жасыл дейли таймфрейм тұрма, оған біз қарсы шығу үшін, жағдай қарсы шығу үшін оған жоғарғы таймфреймнен отказ жасалыну керек. Бірақ көп жағдайда, 60-70% жағдайда біз дейли таймфрейм алдың осыдан бұрынғы күн қалай болып тұрды, үлкен сатып алушы ма, сатушы ма, соны нақты қағазға жазамыз. Апталық таймфрейм, сатушылар басым болып тұр. Галочка. Енді дейли таймфреймге кірем. Дейли таймфреймға кірген кезде кеше өсіп тұр, бүгін премаркетте өсіп тұр. Галочканы қоясыз. Өйткені біздің жаңағы ойымыз жан жақта ғой, бір 2 минуттың ішінде өзгеріп кетуі мүмкін да. Ал мынау қағазға жазылған дүние, ол тәртібі бар да. Все, галочка алынды. И сода дейли таймфрейм маған уровендарды сызып, анықтау арқылы мына уровеннен шығып, келесі немесе премаркеттегі жоғарғы бір уровенға кеткен кезде мен лонға кіремін. То есть өзіңізді уже программаға қойып жатсыз. Эмоцияны уже итеріп жатсыз да. Сөйтті, эмоция ол не? Ол ешқандай ойланбай, жоспарламай жасалған істі эмоция дейміз да. Эмоция ол біздің жаңағы табиғи жануарлық реакциямыз да. Тез реакция жасау керек. Бірақ трейдингде тез реакция жасау ақшаны жоғалтуға алып келеді. Бізге тез болмауымыз керек. Себеп компьютер бізден тез, алгоритм бізден тез. Сіз қаншалықты мықты
әлемдік ең мықты шахматист болсаңыз да компьютерға жеңілесіз. Сол үшін бұл жерде біз скоростьпен бұларды жеңе алмаймыз. Біз асықпай осылай жоспарлау да. Сол дейли таймфреймнен, күнделік таймфреймнен біз дейли байс, яғни бір күнгі жаңағы бағытты анықтауға тырысамыз. Так, мен даусым естіліп тұр ма? Я естіліп тұр, естіліп тұр. Естіліп тұр. Аха. Сұрақтарыңыз болатын болса, жайлап осы жерге жаза беріңіздер. Енді қосылып жатқан трейдингді енді бастап жатқан кісілерге мынау кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ осыдан басталады негізгі жұмыс, түсінікті. Егер де бір курс сатып алып жатсаңыз, немесе оқып жатсаңыз, бұндай бір тәртіппен басталмай сізге сразу мына жерден аласың, мына жерден сатасың десе, қаш да, қашу керек. Ол ондай дүние емес. Бұл жұмыс болған соң өзінің тәртібі, заңдылығы бар. Так, сонда апталық таймфрейммен басталады. Пісмілеріміз осыдан басталады. Апталықтан. Апталықты көрдік. Сонда апталықты көргеннен кейін күндік таймфреймге өттік. Күндік таймфрейммен біз бүгінгі жоспарды жасаймыз. Бүгін қалай болады. Енді күндік таймфреймнен төмен түсіп, біз 4 сағатқа өтеміз. Енді 4 сағатта біз мысалы жаңағы апталық күндік таймфрейммен бір кішігірім бір где-то 50% картинамыз қалыптасты. Үлкен ұзақ уақытқа қарадық оны. Апталықта құлап келе жатыр екен. Дейли таймфреймнің жоғарғы төмен жағы осылай болады екен. Бүгін осы бағаны бұзатын болса, лонг болады, мына бағаны бұзса шорт болады дедік. Бірақ ол әлі толықтай картинаны көрсетпейді. Ал 4 сағат арқылы біз нені көре аламыз? 4 сағаттан біз жаңағы bookmap, volume жақсы ма? Әрине жақсы. Әрине жақсы. Ол маркет алгоритмнің тілі бұл. Ол алгоритм. Оны қазір келеміз. Ол енді детальный анализ. Енді 4 сағатта не көреміз? 4 сағаттан біз структураны көреміз. Структураны көреміз. Жаңағыдай, мысалы, мына жерден таймфрейм только бірнеше свеча тұр, күндік таймфрейм. Егер де апталыққа кіретін болса, 4 сағатқа кіретін болса, 4 сағатта уже кішігірім біз трендті көріп бастаймыз. 4 сағатты қарайтын болса, то есть кәдімгі трендпен сатылып жатыр. Трендпен сатылып жатыр. Енді осы жердегі, мына жерде сатушылар тұр. Егер де мына жерден мына сатушы резко сатты да, и мына жерден сатып алушы алып кетті. Сатып алушы алып кетті. Енді мына жердегі бір алғашқы сатушылар бар. Бұл бір күн. 2 күнде осы бағаны пайдаланып отырып, осыны пайдаланып сатқан. Ал сатып алушы, міне үлкен сатып алушы мына жерде тұр. Үлкен сатып алушы осы жерден бағаны қорғады, и дальше мына жерден тағы да бір жинақтап жоғары. Енді бізге келесі күндері, мен көп жағдайда понедельник күні трейд жасамаймын. Көп профессионалдар понедельник күні жасамайды. Өйткені понедельник күні жалпы үлкен брокер компаниясы болсын. Понедельник негізі, егер де сіз бизнес жасасаңыз да, базар жалпы понедельник бір қызу болмайды. Бұл кәдімгі маркет базар болған соң, понедельник күні кішкене дайындаламыз. Товарымызды алып келіп, товар не істеп жатыр, жаңағыдай клиенттер не істеп жатыр деген сияқты. Дәл солай понедельник күні маған керегі, бұл мынаны бұзып отырып, мына жерге тағы да жинап келетін болса жоғары қарай, онда бұл келетін жері мына жер деп жоспарлауға болады. Я, бұл мына жерден жинады, бірақ та бұл мына жерден қайтадан сатылып кетіп, понедельник күні былай қарай жинап кететін болса, онда келесі бұның бұзайын деп тұрғаны мына жаққа қарай. Сонда осы арқылы біз жаңағы жинақтап жатыр, қай жерде таратып жатыр, қай жерде үлкен сатып алушы тұр, қай жерде сатушы тұр, 4 сағаттан көре аламыз. Бұны жаңағыдай апталық таймфреймге примерно 5 минут уақытын жұмсаймын. 5 минут уақытын жұмсаймын. Окей, қалыптасты, қаламды алып жазам. Апталық таймфрейм мына бағытқа басым болып тұр. Жақсы. Дейли таймфрейм, осы дейли таймфреймге где-то бір 5-10 минут тоже. Ал 4 сағатқа кірген кезде где-то 10-15 минут көбірек уақыт жұмсаймын. 4 сағатқа кірген. Неге? Себебі мен уақыт өте келе сіздерде трендке өтесіздер. Кез келген day trade болсын, swing trade болсын, инвестиция ұзақ мерзім болсын, сіз трендте отыруыңыз керек, трендте отыра алуыңыз керек. Ал трендте отыра алу деген сол трендті түсіну деген сөз. Ал ақша трендте. Яғни мен акцияға кіріп алып 1 минутта, 2 минутта шығып кету,
ол наверное алғашқы жылдары 2019 жылдары 2020 жылдары бастаған кезде болды ма ондай қателік? Әрине болды. Бір минутта бір секундта сатып шығып кетсем қалай тамаша. Бірақ ол стратегия емес, ол эмоциямыздың әлсіздігі, тез кіріп тез шығып кетуі деген сияқты да. Ол сізді уақыт өте келе эмоция сізді жеңіп кетеді да, казино болып кетеді да. То есть бұл жерде сен қайдан кіріп қайдан шығып жатқаныңды сен алдын ала жоспарлау, бір минуттың ішінде біздің миымыз ондай әлі эволюцияға келген жоқ. Сол үшін бізге робот керек болып жатыр да. Біз жалпы роботтан артық жеріміз, біз ақырын асықпай шешім қабылдаймыз да. И сіздердің қазір мысалы көп қазақстанда үйретіп жатқан бір минутта кіріп бір минутта шығып кету деген сияқты, ол скалпинг. Ол үшін сізде жылына 3-4 мың долларға платформа, жақсы платформаны аласыз, әрбір заказ, әрбір тик жаңағы кіруіңіз шығуыңыз, бірақ сонда да сіз минус алып отырасыз. Сіз бір күнде егерде 2-3 минус алсаңыз, сіз ощущениеңізді білесіз ғой, ақша жоғалтқанда қалай ауыр болған. Да, жасыруға тырысасыз, не істеуге тырысасыз, бірақ эмоция тұрады ана жерде да? Сол үшін трендте отыратын болса, біздің жұмысымыз бағытты анықтадық. Сөйтіп трендте отырған соң менің стопым көбірек болады. Соған байланысты менің таргетім, баратын жерімде ұзақтау болады. Сонда мен асықпай отырып крем келесі 4 сағат немесе 2-3 сағат, 1-2 сағат бойы ұстауым керек. Сол трендте отыруым керекпін да. Ал кей маркетте мен 4 сағатта отыра болмауым мүмкін, бірақ кемінде жарты сағат, 1 сағат сол трендте отыра алу керек, чтобы бағытпен жаңағыдай сатып алып сатып та. Ал біз уақытпен жарысатын болсақ, біз ешқашан алгоритмді немесе компьютерді жеңе алмайды. Жаңа сіздерге жаңағыдай телеграмда неде жаңағыдай 1 секундта 1 минутта шығып отырғандардың тек қана плюсын көрсетіп отыр, ал минустары қаншама. Адам 3 рет қателескеннен кейін уже біздің жаңағы миымыздың шешім қабылдауы деген дүниесі өшеді. Өйткені ми сразу айтады, эмоция айтады, мен қорқып тұрмын, мен қиналып тұрмын дейді да, ол уже қорғау процесі, ми қорғау жағдайға өтіп кетеді да. Қорғағаннан кейін сіз уже атакаға өтесіз. Маркетті шешім қабылдамайсыз, уже атакаға төбелесіп кетесіз да. Сосын 3 рет қателесу деген ол үлкен қателесу да. Маған бір күнде 3 емес, бір күнде 1-2, көп жағдайда бағытым дұрыс болатын болса, бір сделкам жетеді маған. Бір сделканы жасаймын, барады, бір сделкамды ашып стопымды қоямын да. Көп жағдайда стопымды қойып жаңағы таргетімді қойған соң болды, мен жұмысым компьютерімді өшіремін да, жаңағыдай жабамын да, кете беремін. Не таргетім бе барсын, не жаңағы, неге? Өйткені мен компьютердің алдында отырған сайын, жаңағы графикті көп қарай берген сайын, бірінші энергиям төмен түсе береді, екіншіден эмоционально ерте шығып қоясың да көп жағдайда. Немесе стопыңа келмей жатып, тимей жатып шығып кетесің. И сосын барып заңдылық бұзылып кетеді да. Сонда осындай бір трендті ұстауға тырысу керек. Ал егер де скалпинг маған ұнайды, тез кіріп тез шыға аламын десе, онда да проблема жоқ. Бірақ нақты стоппен таргетіңізді қоясыз да. Мысалы 5 минуттың ішіне жетеді, 3 минуттың. Онда оған түртпеуге тырысыңыз. Болды, қойылды да. Ал егер мына жерден бұрылып кететін сияқты, мына жерден құлап кететін сияқты дегеннің ол жаңағы жоспар дайындық емес. Бұл жағдайда позицияны қалай қосып отырамыз? Жақсы, қазір оған келеміз да. Енді осы жерден мен 4 сағаттан жалпы жинақтау, тарату фазасын көрдім да. Сонда мен осы жерлерден дұрыс бір трендте отыратын болсам, бір жарты сағат қарадым, сосын барып мен трендте отыра аламын екен. Жақсы, енді біз 4 сағаттан жинақтау, тарату фазасын осы жерлерден көре аламыз. Енді тереңдей біз 1 сағаттан көреміз. Мыналарды қалай мен өшіре аламын? Ана жанындағы карандашты басып, нені өшіре салсам. Мынау ма? Жоқ, недің зумның өзінің беті сызылып кетті ғой. Жоқ, өшір емес. Зумның өзінің несі бар ғой. Карандаш бар ғой, сен жаңа сызып аттың ғой. Зумның өзіндегі ше. По-моему, өшірдім. Все болды. По-моему, өшірдім.
анда трейдинг вьюнун картинасын басса астында ең астыңғы знак. Мына жерде тұр. Мынаны бас. Мысалы нені бере салайыншы қазір. Multiple participant can share advance one. Маған жаңағыдай управлять ететіндей болатын болса. Жақсы. Енді 1 сағатқа өтеміз. 4 сағаттан асықпай шешім қабылдады. Енді 1 сағатпен бағытты нақтылаймыз. Бағытты нақтылаймыз. Бағытты нақтылаймыз. Так, мысалы мына жерде 4 сағат. Мысалы осы күні премаркетте 4 сағат не істеп тұр мына жерде? Жазып жіберіңіздерші. Чтоб сіздерді жаңағыдай фокус вниманияда ұстап отыруым керекпін да. Сонда түсініп жатқан. 4 сағатта өсіп тұр ғой. Не 4 сағат өсіп тұр? 4 сағат өсіп, еще 4 сағат не істеп жатыр? Мына хайды бұзып кетіп жатыр. То есть 4 сағат бойы өсіп келе жатқан дүние қалай 1-2 минутта ол бұрылып құлап кетеді? Жоқ. Ол 4 сағат бойы өскен дүние оған құлау үшін де 4 сағат уақыт керек та. Түсінікті? 4 сағат уақыт керек. Енді біз 1 сағаттан тереңдей қарай бастаймыз да. Мына жерде 1 сағат ой салайық. 1 сағат ой салайық. Мына жерде 1 сағат уже біз 1 сағаттан нені көре аламыз? Жаңағы ретест деген дүние бар ғой. Мысалы маркет өсу үшін ол егерде былай өс біраз уақыт болды зум қолданбағалы. Жылдың соңында өстіп бір сабақ өтуге бір мотивация пайда болып кететіні бар. Сағынып келіп. Жылдың соңында, жылдың басында трейдингді чуть-чуть ақырындатып бастаймын. Соңғы қанша 6-7 жыл жасап келе жатырмын ғой. Жылдың соңы и жылдың басында уже жайлап тормозды басып бастау керек. Трейдингді жайлап бастап. Чтоб жылдың соңын жақсы бітіру, да? Аз болсын, аз пайда болсын, бірақ точканы жақсы қою керек. И жылдың басында да дәл солай ақырын бастауымыз керек. Егер де жылдың көп жаңағы 3-4 жыл жасап келген жаңағы тәжірибесіз трейдерлар жақсы тауып келеді да, ақшаны тауып келген ақшасын жылдың соңында жоғалтып қалады да, и жылдың соңында дұрыс емес, жылдың басын дұрыс бастай алмай қалады да. Сонда ана профессионалдар 10-15 жыл, 20 жыл жасап жатса, олар біледі қай кезде ақырын тормозды басып бастау керек деген сияқты. Так, окей. Сонау 1 сағаттан, 4 сағаттан біз үлкен жинақтау фазасын көрдік. Енді 1 сағатта не істейді? Егер де баға резко болай 5-15 минуттың ішінде осылай көтеріле ма, ол дәл солай құлайды, естеріңізде болсын. Түсінікті? Қалай тез көтеріледі, тура солай құлайды. Адамның өмірі сияқты ғой. Анау бар ғой, көп жас жігіттер. Қалай байыды, тура солай қарызға кіріп кетеді ғой. То есть ол табиғи процесс та бұл. Жаңағыдай күн қатты ысып кеткен кезде и 1-2 күннен кейін жаңбыр жауатын деген сияқты да. Неге бұлай істеген? Бұлар біздің трейдерларды, басқаларды бір неге кіргізу емес, сіздің ақшаңызды алып алу, ондай дүние емес. Бұлар біздің ақшамызға мұқтаж емес. Бұлар өздерінің өздерінің тойы, өздерінің таныстары, өздерінің жұмыстары бар. Бұлар жаңа банк пен банктың арасында үлкен жаңа хедж фонд арасында ақша алмасады ғой. Сонда ол мына бұлай көтерілген себебі мына жоғарғы бағаларға ол заказын қойып қояды. Лимит ордер дейміз, да, лимитный заказларды осы жерге сатамыз деген сияқты. Мысалы, мынау өсіп құлаған себебі мынаның жоғар жағында көптеген заказдар тұр. Айталық Уоррен Баффет немесе тағы бір хедж фондтағылар осы жерге заказ, мен осы жерге сатам дейді. Бұл мен басқа төмен тұсамайын дейді.
не істейді? Сөйтіп маркет мейкер, маркетті жасап отырған, ол үлкен бағадан үлкен бағаға қарай, үлкен ақшадан үлкен ақшаға қарай қозғалтып отырған маркет. Sonra жоғарыда үлкен ақшалар тұрды, сол себепті осы жерлерден заказын тез алып алды да сатып жіберді да, и артқа қарай құлады. Сонда осындай тез көтерілген кезде, бұл қай кезде болады? Жазып алыңыздар. Маркет ашылғанда алғашқы 15 минут, алғашқы жарты сағат манипуляция болады. Біздің тілімізде манипуляция, олардың тілінде маркеттің ашылғанын, сол қызу кезеңін пайдаланып, мына заказдардан шығып алу керек. Немесе бірнеше күн бойы, немесе түнімен жинайды олар. Түнімен банкта жұмыс істейтін трейдерлар болатын болса, олар таңғы сағат 5-тен бастап жұмыста отырады. Жұмыста 4:30-5-тен бастап олар жұмыста отырады. Сол жерден уже Bank of America, Chase-ға звондайды. Chase Bank of America'де қанша акция бар, мен жерден сатып алайын деп едім, сен жақтан сатып ал. Ол жаңағы кейін финансты жақсы білгеннен кейін ол OTC маркет дейді да. Ол жаңағы маркет мейкерлармен қатысы жоқ, уже менімен үлкен жаңағы банк екеуі келісім жасай береді. Бұл заңды түрде қудалауға келмейді да. Мен онымен келістім деген сияқты. Ол енді кішкене жаңағыдай тереңірек не да. И сонда осы алғашқы маркеттің қызу кезеңі, алғашқы 15 минут, жарты сағат. Тез өсіп, тез бұрқырап құлайды. Баяғыда алғашқы 1 жыл, 2 жыл трейд жасап жүрген кезде, осы бір жарты сағаттың ішінде тез ақша тауып, тез шыққың келетін деген сияқты. Біз сөйтіп ойлаймыз ғой. Бірақ ондай дүние емес. Ол сол моменттерде бағытын анықтау мақсатында жасалынатын дүние. Тем более Қазақстанның брокерімен сіз пока тез шығып үлгіргенше, сізде спред деген дүние бар. Брокер сізді бәрібір 20-30%-іңізді сол моментте жеп қояды. Мына бағада шығам дейсіз, сізді алып отырып мына бағадан шығарып жібереді. Вроде жақсы бағадан шығуға, пайда табуға қоясыз, бірақ баға тез қозғалғандықтан вроде пайдада отырып шыққан кезде минусқа кіріп кетесіз. Сонда скорость, ол тем более Қазақстанның брокерімен ол спредпен жеп отырады. Сол үшін бұлармен жарыспайық тездікке. 5 күн планы шорт болды, бірақ Nike жақсы ньюс шықты дейді. Nike па? Мен сіздікі қайсы ағылшын жайын түсінбедім. Сөйтіп 1 сағатта біз уже детально көре бастаймыз. 1 сағатта не істейді? Уже жаңағы дұрыс өсетін дүние не істейді? Ол бір көтеріліп келеді, асықпай келеді, жақтан бір жинап көреді, жоғары келеді, тағы бір жинайды, өседі, мына жерге бір келеді, тағы бір астыға келеді. То есть осындай бір процесте болады да. Но бірден мына бағаға келген жоқ. Не істеді? Мына жерге бір өсті, мына жерге бір демалды, қайтадан келді, мына жерден мына фитилмен келіп, тура осы жердегі бағаны тағы бір түртіп кетті. Келді, мына жерге тағы бір келді, мына жерге тағы бір келді, өсіп келді. Мысалы, кешегі хайдың мына бағасына келіп, тағы бір демалыс алды. Демалыс алды, и тағы да кетті. И осы жерлерден, то есть бұл кәдімгі қазір бетіп қарасақ, бір табиғи түрде өсіп келе жатыр. Дұрыс өсіп келе жатыр. Сонда 1 сағаттан біз нақты осыларды көре аламыз. 1 сағаттан біз уже нақтылаймыз трендті. Сонда жаңағы неге қарайтын болсақ, daily time frame өсіп тұр. Осының алдындағы күн daily time frame. Енді 4 сағат бойынша қарайды. 4 сағат не істеп тұрды? Жаңағы кісілердің айтуы өте жақсы айтып отыр. Алдында мен бір пост шығарған кезде, көп кісілер астына жазған дүниелеріне қарасам, өте білімді трейдерлер екен. Перехай жасап тұр. 4 сағат кәдімгі бүйтіп бір-бірін жоғары шығып тұр. Бұл уже мен үшін өте үлкен сигнал. Бұл 4 сағат көтеріп тұр деген сияқты. Енді мен 1 сағатқа келіп, 1 сағаттағы трендтің нақтылайтын пулбактарын көремін. Не істеді 1 сағатта? 1 сағат мынаның астын бұзып кеткен жоқ. Не істеді? 1 сағат кәдімгі әдемі пулбағын жасатты, жоғары қарай кетіп жатыр. Болды уже. Сонда мынау 1 сағат не істеп жатыр? Поддержкасын бұзған жоқ, керісінше хайын 1 сағатта да. Сонда 1 сағатта 1 hour'да да хай жасап тұр. Еще пулбағымен плюс. Сонда бұл уже маған 75%-ық бағытымды анықтап отыр. Сөйтіп қарасаңыз, сіздерге пока айтқанға қанша уақыт кетті, где-то бір 30-40 минут кетті, бірақ жалпы картинаға қарасаңыз, асықпай бір 15-20 минут осыны қараймыз, что бағытты анықтау.
а басқалар сияқты маркет ашылды болды кеттік лонға деген сияқты жоқ, ондай дүние емес. Бұл жаңағы не емес. Сонда осы жерден осындай галочка алған соң мен үшін жалпы бағыттың A setup деп қоямын. Былай айтқанда A, B, C деп бөлем. A дегенім бір апталық жақсы көрсетіп тұр маған, жоғары өсетін, күндікте жақсы көрсетіп тұр, 4 сағатта жақсы көрсетіп тұр, 1 сағатта жақсы көрсетіп тұр. Онда мен үшін бұл күн мен 2 сделка жасауға өзіме рұқсат беремін. Обычно бір сделка, 2 сделка жасауға. 2 сделка деп жатқаным, кіргеннен кейін тағы бір, лонға кіргеннен кейін тағы бір қосып жіберемін үстіне. Өйткені бағытым нақтылап тұр бәрі. Бағытым нақтылап тұр, сосын осы бағытта мен дұрыс отыратын болсам, бұл одан кейін бұндай бағытты ұстап алғаннан кейін, бұл жаңағыдай жоғары төмен былай көп жаңағыдай қатты құлап, қатты өсіп кетпейді, асықпайды, ол өзінің темпімен көтеріліп отырады. Сонда 1 сағатпен мен детально 4 сағаттағы жинақтау, тарату фазасынан трендті қай жерден трендпен кіріп жатқанын, және де жаңағыдай кішкене өзімнің осыдан бұрынғы жасалған 4 сағат, 1 сағат күнделікте жасаған жаңағы жоспарымды нақтылаймын. Түсіндіре алдым ба? Асықпай түсіндіріп отырмын. Асығыс жоқ. Сонда 1 сағаттан бағытты анықтап, сонда 4 сағат перехай жасады, бір күндік не, енді 1 сағат жаңа. Енді менің ең төменгі таймфрейм мен үшін 15 минут та, мен үшін 15 минут, бірақ айдар үшін, айдарға 5 минут немесе жаңағыдай одан да төмен болуы мүмкін да. Айдар, сен ең төмен таймфреймді қарайсың? 1 минут 5 минут. Қайсы? 1 немесе 5 минут қой. Мен андай снайпер рентри жасау үшін мысалы 1 минутты. То есть айдар снайпер. Шешімді. Айдар снайпер. Шешімді бірақ үлкен таймфреймде қарайсың. Ол жас та, ол жас, бала шағасы жоқ, әйел жоқ, бас ауруы жоқ та, ол күздеп отырып снайпермен кіре алады да. Мен уже бала шағам бар, өйтіп бүйтіп снайпер жасай алмаймын. Мен кірдім да. Шыққаннан кейін маған көп жаңағы бас ауру, и так та өмірдегі бас аурулар көп қой, проблема. Мынау маған проблема болмау керек та. Ал снайпер энтриді Айдардан үйренесіздер. Ал Айдардікі дұрыс емес деген сөз емес. Айдар өзіне сондай бір бағытты тауып алды. Бірақ Айдар кірсе де, ол сен 1 минутта кіріп 1 минутта шықпайсың ғой, дұрыс па? Жоқ, мен статистика бойынша мен, 15 минуттан 1 сағат аралықта ұстаған трейдтерім жақсы результат көрсетті. Результат. Ал менікі сол жаңағы ұстауым 1 сағаттан жоғары. 1 сағаттан жоғары. Ең төменгі таймфрейм мен үшін. Ал 1 минутқа қарауға тырыспаңыздар. Әсіресе Қазақстанда, мысалы, Айдардың қарап отырған платформасы, графиктері, ол графикке қарамайды Айдар. Жаңағы алгоритмдардың несіне қарайды да. Сол үшін ол 1 минутқа, 5 минутқа кіруге өзіне рұқсат бере алады. Снайпер ма? Снайпер деген уровенің бар, сол жерде алгоритмдер сол жақта жинақтайды. Үлкен заказдар тұрады сол жерде. Үлкен заказдар тұрады. Сөйтіп заказды, лонг жасайтын крем деген заказды, соның астына чуть-чуть, немесе тура сол жерге лимит ордер ретінде тастайсыз. Маркетпен кірмейсіз. Сол жерге заказды қоясыз, и стопыңызды соның астына аз ғана қоясыз да. Ол снайпер. Былайша айтқанда снайпер деген жаңағы кіші таймфреймде дәл кіруге жаңағы стоп-лоссым аз болады да менде сонда. Бірақ оның шумы бар да. Жаңағы мені 1 рет, 2 рет, 3 рет даже стоп алуы мүмкін, бірақ ол стопым менікі аз болады. Соны жаңағы снайпер энтри дейді. Ал мысалы Жалғыз мырза, ол үлкен таймфрейммен шешім қабылдап, үлкен таймфреймнен кіреді, стопы көп, ол стопты көп алмайды. Стиліміз бөлек. Себебін айтайын. Айдар маған қарағанда қатты эмоциональный емес. Мен эмоциональнымын, оны мойындаймын да. Жаңағы жауға шаптық деп қылыш беретін болса, мен бірінші кетуім мүмкін да. Жаңағы эмоцияға бердім да. Ол эмоция деген дүниені мен эмоцияны ұстай аламын, мен ұстай алмаймын деген сияқты емес. Біреудің эмоциональный энергиясы қатты болады да. Ол
әсіресе әйел кісілерде бұл өте көп болады да. Сол үшін ал кейбір кісілер бар, шынымен де өте жаңағыдай сабырлы, да, сабырлы, жаңағыдай эмоцияға берілмейді, да, ол дүниені 7 жыл бойы үйренуге тырыстым. Мен тек қана эмоциямды алғашқы таңертең тұрамын, жаңағыдай спортпен, холодный душпен медитация жасап жүріп, оны кішкене орынға отырғызамын. Бірақ сонда да ол табиғаттың берілген энергетикасы болған соң ол шығады, да? Ол шығады. Кез келген адам эмоцияға кетеді, оны не істеудің қажеті жоқ. Бірақ біреу смотря қанша минустан кейін минус жаңағы эмоцияға кетесің, соны анықтап алу керек та. Маған 3 рет шапалақпен ұрғаннан кейін мен төбелесіп кетемін да. Оны мойындаймын, 7 жыл трейд жасап жүрмін. Ал мүмкін Айдарға 5 шапалақ ұрғаннан кейін ау деуі мүмкін да. Сол үшін ол осындай нені өзінің несіне қабылдап отыр да. Бірақ Айдар трейд жасап келе жатқалы 5 жыл болды, 4-те сол. Ол Айдар резко ондай болған жоқ. Эмоцияны шығармасам ауырып қаламын дейсіз ба? Вот соны бірақ енді жасап жатқан адам 3 жылдан төмен, 4 жылдан төмен трейд жасап, бәрібір сізде эмоция басып кетеді. Сол үшін сделканың санасы болу керек, и стопыңыздың санасы болу керек, мүмкіндігінше трендте отыруға тырысуыңыз керексіз, да? Трендте. Сонда мен үшін ең кішкентай таймфрейм 15 минут, да? 15 минут. 15 минуттан менде снайпер энтри жасауға тырысамын, чтобы алгоритммен немен, да? Бірақ менің стопым алыстау қоямын, и жаңағы пайдамды да көбірек қоямын. Сенің стопың аз, пайдаң көп, математика бойынша келмейді ол. Да? Сенің пайдаң қаншалықты көп болу үшін сенің стопыңда да соншалықты болу керек. Мен қайта-қайта 4-5 рет қателескім жоқ. Осылай асықпай шешім қабылдау арқылы, да, сделкаға, мысалы Уоррен Баффет жылына 1-2 сделка жасайды. Басқа уақытта күтеді ол. То есть мен соған дайындалығым бар. Да? Маған күнде төбелесе берудің қажеті жоқ. Маған болашақта айталық 50-ге келген кезде бір қазақтан шыққан бір инвестор ретінде қалыптасқым келеді. Сол үшін маған асықпай сол кісілердің жолын асықпай басып отыру керек та. Жаңа аварияға кіріп кетпеуім керекпін. Аман есен асықпай сол жаққа. Ал оны мен қазірден бастап қалыптастыруым керекпін да. То есть кішкентай таймфреймнен жайлап жоғары. Мысалы бір күнде бір жақсы шешім жасаймын, да? Мақсат сол. Одан кейін менде скалпинг, снайпер энтриді алғашқы 2020-дан 22-ге дейін, 23-тен бастап уже трендке өттім да. Сол кезде мен кіріп шығып жаңағы брокерларға комиссия төлейсің, эмоцияңды төлейсің, компьютердан уже трейд жасап болған соң уже шаршап қаласың, өшіп қаласың. Сондай жаңағы қатты скалп жасап, көп скалп. Мен ол кезде күніне қанша скалп жасаймын? 10-15 трейд жасайтын да. Неден кіріп жатырмын, неден шығып жатырмын, қатты білмейтінмін да. И сонда жылдың соңында табыс шығысымды қарасам, трендте отырғанын тапқан екен, кіріп шыққанымнан ақшамды жоғалтқанмын, эмоциямды жоғалтқанмын, энергиямды жоғалтқанмын, и уақытымды жоғалтқанмын да. Окей, онда жайлап асықпай осы трендке өтейік деген сияқты мақсатта. Кейіннен өйткені 23-24-тен бастап уже инвестицияға да бағытқа алмас бастағаннан кейін, сосын кімнің мақсаты бар, кімнің жоспары бар, кім асықпайды, соған жаңағы табыс келеді. Жаңа айтқандай, тез байып, тез өшіп қалудың орнына таптың ақшаңды ұзақ уақытқа, ұзақ мерзімге ұстап отырып, сол ақшаны жоғалтпау. Байлық деген сол, таптың жоғалтпай аз-аздан көтеру да. Окей. Содан менің ең төменгі таймфрейм 15 минут. Да? 15 минуттан мен осы жердегі жаңағы order flow дейміз. Көп ютубта неде болсын. Заказдарды оқу, менің негізгі заказ оқуым дом да. Дом маған да алғашқы 1-2 жыл скалп жасағанның маған көмектескен жері, мен заказ оқуды үйрендім. То есть мен графикпен трендті анықтаймын, трендті. Бірақ қай жерден кіремін? Сатып алушы, сатушы доминировать етіп отыр ма? Қай баға оларға қызықты? Мен осы дом арқылы көремін. Заказдарды оқимын сол жерде. Ол кәдімгі тіл үйрену деген сияқты. Ол бір 1-2 сағатта қарап, мына сабақ сияқты үйреніп кететін дүние емес. Уақыт өте келе, жайлап сізде қалыптасады. То есть осы заказдар арқылы, графиктердің тілін арқылы осындай бір кіретін осы жерде жинап жатыр. Ол болмаса да 15 минутпен бұлсыз да кіруге болады. 15 минутпен бұлсыз да кіруге болады. Қазір айтамын.
Аха. Енді асықпай мына жерден 1 сағаттан кейін мынаны қарасаңыз, мына бір затты түсінесіз да. Бір аптада 5 күн да. 5 күн мен үшін 4 күн. Мен 5 күн толық жасамауға тырысамын. Специально. 4 күн. 4 күннің несі? Мысалы 4 күн дегеніміз жаңа бір апталық та. Weekly. Енді бұны 4 есеге бөлетін болсам, 1 күнге тура келеді. One day, да? 1 күн. Да? Енді 4 сағат дедік жаңа, 4 hours, да? Бұны 4-ке бөлетін болсақ, 1 сағат, да? 1 сағат. Дәл солай, 1 сағатты біз 4-ке бөлетін болсақ, 15 минут. 15 минут. Да? То есть бұл жердегі таймфреймен жай ғана талдаған жоқ, бұл системамен талдаған да. Системамен талданған болса, бұл кәдімгі квартер дейміз, жаңағы 4-тен 1-ін алып отырып шығардық да. Алып отырып шығардым, сонда осы арқылы мен біріншіден мен өзім жаңағы базовый жаңағы математика, физика жаңағы мектеп бітірген соң маған сөзден гөрі маған цифр маңызды. Ол жаңағы маркетті қазір қозғалып отырғандар математиктер мен айтишниктер да. Сосын бұл жерде оның нақты цифрлары бар да. Сол маған керегі осы цифрлар да, чтоб менің системамда болу үшін. Неге осы жаңағы неге 1 сағат, 4 сағат немесе 15 минутты талдап отырсыз деген сұрақ болатын болса да. Неге жарты сағат емес? Неге 3 сағат емес? Неге 5 минут емес да? Маған осындай неге ыңғайлы. И бұны мен ғана емес, көптеген трейдер осыны пайдаланады. Әсіресе 10 жылдан артық трейдерлар негізі осы системада. Мен сіздерге айтайын, 10 жылдан асқан, 5 жылдан жоғары трейдерлардың көбісі осыған табиғи түрде осыған барады. Осыған барады да. Мысалы, жаңағы спорттың несі бойынша жақсы жақсы айталық боксер немесе не жаңағы күресте жақсы болатын болса, табиғи түрде дұрыс атлет болатын болса, UFC-ге барады. Сол сияқты ақырын осы уақытқа кіресіздер. Сонда 15 минутпен мен жаңа нақты кіретін зонамды қарастырамын. 15 минут, 15 минут. Аха. Сонда мен 15 минуттан пулбактарды күтемін. Пулбактарды күтемін. Сонда осы жердегі мынаны қарасақ та, немесе мынаны қарасақ та, немесе мына жерден жақсы мына long мен мына short қарайтын болсақ, үстін тазалағаннан кейін құлады. 1 сағатымыз да төмен мына жерде. 1 сағат құлап келді 4. И 4 сағатымызда құлап келді. Енді не істейді? Мына жерден базар ашылғаннан кейін пулбагын алғашқы жарты сағатта жасайды. Сонда мына жерлерден мен осы свечалардың ішінен кіріп үлгерсем жетеді. Мен қатты өзіме жаңағыда и так трейдинг стресске толы, оны кіретін жерімді іздеп қатты қинағым жоқ та. Осы жерлерден жалын. Өзіңді қинамай, осы жерді бұзғаннан кейін бағыттанып осы бағалардың арасынан маған қанша уақыт беріп тұр? 1, 2, 3 да? Шамамен 45 минут уақыт беріп отыр маған кіруге. То есть осы жерлерден кіріп, где-то стопымды ашылған бағадан жоғары немесе осылай қоятын болсам, негізгі әрине мына жерден кірмеймін, чтоб пулбагын жасасын. Пулбагын жасап, жасыл свечам әлсіреп бастаған кезде, және де жаңағы заказдарды оқу арқылы, әрине мына жерден кіргенім идеально. Мына жерлерден кіргенім идеально. Мына жерден кірсемде де проблема жоқ. Мына жерден кіріп үлгеретін болсам, мен осы жерлерден ұстап отырып, алғашқы бір пайдамды, өйткені тез құлаған жағдайда алғашқы пайдамды мына бір уровеньдарды бұзғанда аламын, а дальше трендпен ұстай беремін. Мүмкіндігінше маркет жабылардан бұрын 1 сағат немесе 2 сағат бұрын шығып кетемін. Сонда 15 минут. Ал енді бастаған адамдарға 1 минутты қарамаңыздар. И так-та трейдинг эмоцияға толы. Ол 1 минутқа, 1 секундқа жарысып жүріп, үлкен пайдаға шықпайсыз. Тем более, пайдаңызда үлкен болмайды. Енді мына жердегі ең маңызды жағдай. Жаңа мен айттым ғой, егерде менің апталығым жақсы, күндігімде
мысалы аптам құлап тұр, бір күндік дейли тайм фреймде құлап тұр, 4 сағатым, да, 4 сағатымда құлап тұр, да, онда мен бір сағатты уже мыналар уже галочка беріп тұр ма? Қалғаны менде қайсы? 1 сағат қалды және 15 минут қалды. 15 минут. Кім жеңіп тұр мына жерде? То есть мен шешім қабылдап жатқан жоқпын. Менің жаңағы статистикам шешім қабылдап тұр. Өйткені осыны мен қалыптастыратын болсам, бір аптада мен 60-70% жағдайда мен трендте отыра аламын, немесе пайдаға шыға аламын. 100% деген система жоқ. Бірақ мынау бойынша мен үлкен трендте отыра аламын деген сөз. Сонда мен 1 сағаттан жаңағы пулбактарын, жаңағы консолидация бағаларын көремін, 15 минуттың кіретін жерін көремін. Егер де мынауда галочка, жаңағы 4 сағатымда галочка, дейлиімде галочка, мынауында и 1 сағатымда галочка болатын болса, онда жаңағы айтқандай A сетапта мен үшін жаңағы 5 деген баға қойылады. Бұл маркет тамаша. Бірақ күнде олай бола бермейді ғой. Егер де қызыл таймфрейм, дейли таймфрейм құлап тұр. Құлап тұр. Ал 4 сағат құрылымда мынау lower lows, да, төмен. Онда 1 минутпен мен бағытты анықтаймын. Мына жақта бар мен. Окей. Ал мындай бір жағдайлар болады. Бір таймфрейм бір-біріне қарсы келген жағдайда. Егер де бір күн 4 сағат бір бағытта болса, онда 15 минут пул бағытты ғана мен күтемін. Мына презентацияны жіберемін. Тағы бір жағдай қайда? Ал тағы бір жағдайды мен мына жерде жазып алыппын, мен мына жерден өзім сызып кетейін. Так, Айдар, сенің бір айталарың бар ма? Мына жерде мен тағы бір затты қоса салайыншы. Мен жаңа A сетап дедім. Сделкаға кірген консолидация тұрып қалған жағдайда қалай жасайсыз? Ой, консолидацияда тұра берсін. Итак, ол біз үшін, біздің тілімізде консолидация, бірақ ол негізі жинақтау тарату фазасы. Ол консолидациядан, маркет консолидация қозғалады. Біздің жұмысымыз осы консолидация кезін анықтап, дұрыс консолидацияда жинақтау немесе тарату фазасында кіру. Құпия болмаса сіз қанша аккаунт Founded Next Trade жасайсыз. Founded Next мен уже жаңа лайфқа өткен соң, мен әрбір Apex-те 20 шот бар ғой, 20 шот. Жаңағы My Founded Futures. Founded Next негізі топ проформға жатпайды ол. Ол средний, өйткені оның жаңағы consistency рулдары бар. Негізі осы темадан чуть-чуть ауытқымауым керек еді. My Founded Futures 5 аккаунт па? 5 аккаунт, $50 мың доллардан $250 мың. Take Profit Trader, мен сізге жақсы Profit Trading компанияны айтып отыр. Founded Next ол анау очерктің соңында тұр. Сосын Take Profit Trader 5 аккаунт, әр аккаунт әр шоттан $50 мың, $250 мың. Сосын жаңағы Topstep біреу үстінде $150 мың, в общем саған 5 аккаунт береді. Шамамен $250 мыңдан не істеген. Дәл солай, то есть осыларды мен тағы бір платформамен осылардың бәрін басқарып отырамын. Сол үшін сумма үлкен болған соң не істеймін мен? Көп сделка жасамаймын, да? Бір сделкамен. Funded Next-тан бір екі-үшеу бар шығар. Funded Next қатты ұнамаған негізі маған. Payout-тардың системасы, ақша төленуі. Лучше бірінші сіз Америкадансыз ба? Мұхаммед. Құпия жоқ. Мұхаммед жазсаңызшы. Алматыдансыз ба? Алматыда Funded Next сізге рұқсат беремеген? Payout'ын. Ақша беремеген. Так, сондай әңгіме. То есть, оны мен сразу жаңағыдай Apex-те 20 шотты сразу сатып алған жоқпын. Ал мен 5 шотты сатып алдым. Содан тұрақты түрде өттім. Сөйтіп
бір шотты, екі шотты сөйтіп қосып жүріп, маған асықпай 3-4 айлап сол шоттардан өтіп, да, сол нелерден өтіп алған дүние. Проформның түрлері көп. Трейдинг пипс дейді, трейдифай дейді. Бірақ ол шотың көбейсе, не деген сөз емес. Оны өзінің несі бар. Кейін шығарамын. Жақсы. Мына жерді бітіресің. Так. Енді мындай бір жағдай болады. Daily time frame құлап тұр. Daily time frame құлап тұр. Апталық time frame week деп қояйын, weekly. О да құлап тұр. Бірақ 4 сағат не істеп тұр? 4 сағат өсіп тұр. 4 сағат өсіп тұр. 4 сағат өсіп тұр. Ал 1 сағат құлап тұр. Не істеймін мына жерде? Кім жеңіп тұр? Мынау құлап тұр, мынау құлап тұр. Еще 1 сағатымда да құлап беріп тұр. Әрине, мен осы кезде шортқа, яғни бұл 4 сағаттағы, мына 4 сағаттағы пулбақтар да. Мысалы, оның несі мына жерлерде да. Мысалы, мына жақта апталық таймфрейм бойынша құлап келіп тұр. Daily таймфреймде де құлап тұрған, да. Ал 4 сағат бойынша мына жерде өсіп тұр. 4 сағат бойынша өсіп тұр. Бірақ 1 сағатым уже құлап тұр. 1 сағатым уже мына жерден құлап тұр. Не істеймін? Мен 15 минуттан пулбак жасаймын. 15 минуттан пулбак жасаймын. Пулбакпен мен шортта отырамын. Мен 5 минутта отыру маған проформға пайдалы емес. Мен рисковать етемін, айталық $500 рисковать етемін, маған 2000-2500 доллар алып келу керек та. Сонда шамамен 10 поинт рисковать етсем, алып шығамын где-то 40 поинт, 50 поинт. Сонда менің жеңіске жететін процентім, менікі жеңіске жететін процентім көп емес, 40%. 40%. 100% трейдер жоқ біріншіден. Сізде жеңіске жету 75% болатын болса, онда сіз Уолл-стриттағы ең мықты прop компания емес, ең мықты алгоритмге жатасыз. Ең мықты жаңағы 75% деген. Ол бұған саған алгоритм, бұндай 75% сенде, мен 1 жылдық статистиканы айтып отырмын, 1 күндік емес, да. 75% болатын болса, Уолл-стриттағылар сізге очередьте тұрады. Сіздің осы алгоритміңізді сатып алуға. Миллиондаған долларды жұмсауға, да. Ал бұндай системалар бар ма? 60-70%-лық система бар. Жаңа MIT-ді бітірген еврей бір математик бар. PhD, да. Бір 2-3 PhD сондай жасап шыққан. Ал олар осы хедж фондқа 1 миллиард ақша алып келіп жатқандар, да. Енді обычный трейдерлардың жаңа жеңіске жетуі осы 30% бен 50%-ның арасында. Обычный трейдер деген, ол 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, осымен сіз пайдаға шыға аласыз. Егерде трендте отырған жағдайда. Яғни бұл нені білдіреді? Менің 3 сделкамның біреусі дұрыс болатын болса, болды, мыналарды ақтай алады. Ал мен компьютермен жазбауға тырысамын. Күнінше кәдімгі өзімді қарапайым адам ретінде қарап, так, эмоцияға берілмей, нақты бағытта істеуге тырысамын. Бұл система менің ғана системам емес, прop трейдинг компанияны қарап жүрген, естіген, мысалы, сіз егер де білсеңіз, JCap дегендер бар, жаңағы Умар Ашраф дегендер бар. Бұлар бәрі үлкен таймфреймде. Бәрі үлкен таймфреймде. 15 жыл, 20 жыл трейд жасап жүрген жігіттердің бәрі Америкада үлкен таймфреймде. Скалпинг жасауға бола ма? Болады, егерде сізде платформаңыз жылына біріншіден айына $50-100 төлеуіңіз керек, жаңағы маркет датасын сізге беруге. Сосын платформасы жақсы платформа болу керек, кәдімгі ақшасын төлеп сіз скоросты сатып аласыз, да? Ақшасын төлеп скорост. Обычный тегін брокер анаумен сізді наоборот уақытпен сізді алып қояды, да. Сонда бұл мына система алтынға да неге деген. Айдар, сен сөйлейсің ба? Мен біраз сөйлеп, мен сөйлей беремін негізі. Уже көп нәрсені айтып қойдың. Таймфрейм тура сол менде жаңағы стратегиямен тура сен сияқты қолданамын. Жаңағы win rate жайында жаңағы дұрыс айтып жатсың да. Жаңағы айтып отырсың 40% win rate дегеніміз, жаңағы көбісі түсіне ме, түсінбей ма? Win rate дегеніміз, мысалы, 10 трейд жасағанның қайсысын плюсқа шығарады деген жаңағы өлшем ғой. Мысалы, Жалын мырзаның айтып отқан 40% дегені 10 трейд жасса, соның 4-еуін ғана плюсқа жабады да, қалған 6-ы минусқа жабады.
бірақ соның өзінде де мысалы табыста жүрген адам да. Сондықтан көбісі жаңағы винрейтқа табысты шатастырады. иә шатастырады. Винрейтқа асығады, соны іздейді. Мысалы қарап жүрмін, инстаграмда көп біздің қазақстанның трейдер жаңағы үйрететін адамдар бар. Көбісі жаңағыдай мен 90%, 80% беремін дейді да. Окей, ондай беруін береді, бірақ ол трейдерлердің жаңағы психологиясы дайын болмаса, соны дұрыстап қолданбаса, хоть 90% вин бар адам, вин бар стратегиямен де мысалы табысқа жете алмайтын адамдар бар. Ал жаңағы Джейд Кап деген, мысалы өзім бақылап жүрмін, жаңағы несін YouTube каналы бар, Instagram бар. Ол да айтқан жаңағы кезінде $2000 бастаған ғой, жаңағы тоже профермді бастаған и миллионер болған да. Ең көп қанша? 2,2 миллион payout алған. Ең жаңағы неден. Америкада Қайсысы жалпы, брокер? нақтылап кетейін. Америкада прop компанияда 3 ай ма, қанша уақыт кетті ол майда байза, 3 айдың ішінде, ол 3 айдың ішінде $2,200,000 прop компаниядан Payout алған еді. payout алды. Одан бұрын да $100,000 $50,000 аласың. Бірақ проформның системасы, сен ақшаны жинап дұрыстап 6 ай 3 ай жинасаң ана ақшаны бәрін ала аласың. Бірақ оғанға дейін сен апталап күндеп өзінің лимиті бар, алып шығаруға болады. Бірақ енді проп трейдингдағы жаңағы рекордты жарған жігіт жаңағы 2,200,000-ді шығарған жігіт та. Бірақ оның әрине ар жағында 15 жылдық тарихы тұр. Трейдингдегі 15 жылдық. Опыты бар. И ол өзі айтады да, мысалы менің win рейтім 40-45% дейді да, тоже мысалы жалын сияқты. И бірақ ойланатыны, қандай может быть бұның уникальный бір супер стратегиясы бар ма десең, бір секреті бар шығар деші. Иә, бір секреті бар ма деп ойласаң, барлық видеоларын қарап шықтым. Обычно ICT торговать етеді да. ICT деген жаңағы жалын мырза өзім постын жасаған. ICT өте андай примитивный стратегия, жаңағыдай win rate мен де қолданып көрдім. Кейбір полезный заттары бар, жаңағы пайдалы қолданысқа келетін заттары бар, оны да қолданасың, бірақ керемет стратегия емес. Иә, минустары көп. Андай банальный да, мына жерге келеді, кіре саласың дейді да, мысалы ондай подтверждение ештеңе етпейді, көбінесе сондай бір кішкене менің стиліме келмеді да. Именно таң қалдым да, ICT мен 40% win rate'пен бұл 2 миллион шығарған адам, бұның несі, қандай секреті бар екен десем, бұның психологиясында екен. 15 жыл бойы торговать еткен адамның жаңағы психология, жаңағы система дейді ғой, стратегия деген нәрсе бір бөлек, система деген нәрсе бір бөлек. Стратегия ол жаңағы ICT, мысалы Джейд Каптікі да. ICT қиын емес. Любой, қазір YouTube'қа жазсаңыздар, ағылшынша, орысша барлық жаңағы ордер блок деп атқандар бәрі сол ICT-дің нәрсесі да. Ондай ақпарат. Сіздерге $1000-2000 сатып жатқандар сол тегін ақпарат. Иә, сол тегін нәрсе ғой, по идее. И қарап тұрсам, бұл деген просто жаңағы опытпен и системасы бар да. Системасының ішінде ол жаңағы психология көп жаңағы көңіл бөледі екен. Бұл деген мысал деген 40% жаңағы win rate, мысалы 10 трейдтің ішінде 4 трейд жасаған кезде 6 минусын ақтап, 10 есе ақтайды да. Бұл бір интервьюінде айтып қалды. Ең максимальный жаңағыдай риск реворд дейді ғой, жаңағы тәуекелге табысының соотношениесі қандай болғанда 1:20 ұстаған ғой. Бұл еще swing trade ұстайды. Бұл жаңағыдай бір күн жаңағыдай біз жаңағы айтып жатқандай 10-15 минут, 5 минуттың ішінде кіріп шыға салу деген емес. Бұл деген бір апта, 3 күн сондай трендті қуалап ұстайды. И сол кезде жаңағы win rate емес, бұның risk reward үлкен. Алғашқы 5 жылға дейін ол construction компанияда істеген, алғашқы 5 жыл. Иә, строитель болған. И бірақ трейдинг жасап жүрді да. Ну, строительный компанияда мен қайта телефонға қарағым жоқ. Сол үшін осы 4 сағатпен кіреді ол. Кірдім, ана жерден шықтым деген сияқты да. То есть менің осыдан бұрынғы табиғи түрде бізді, мен ол Джейкаптан оқыған жоқпын, қарағанда жоқпын. Но кейіннен қарап көрсем, менің системамен бірдей не, потому что бір мұғаліммен бірден кейден оқыдық. Табиғи түрде соған келесің. Ақырын, мысалы, жұмыстың жаңағы көтерілу бойынша дейді ғой, жаңағы бірінші жұмысшы боласың, сөйтіп менеджер боласың, сөйтіп жаңағы не боласың деген сияқты сөйтіп соған қарай барады екен.
И проб компания демекші, Айдар, құттықтап қойсаңыз болады. Проб компаниядан өтіп, біздің системамен и өзінің жаңағы кеш алдыңғы күні счетына ақшасын түсіріп бердік. Енді осының системамен ары қаратай. То есть осы система скалпинг жасасаңыз да бағытыңыз осы, трендіңіз осы, осыны ары қаратай қарап көресіздер. Сұрақтарыңыз бар ма мына жерден? Осы бүгінгі өткен тақырып бойынша иә, айта таймфреймге салайық. байланысты сұрақтарыңыз болса жауап берейік. Проб компанияны потом айтайықшы. Проб компанияны бүгін осы жайлы айтқан таймфрейм деп келдім ғой мен ниеттеніп. Сөйтсем проб компания сұрап кетті ғой. Мүмкіндікті қолданып таймфрейм жайлы сұрақтарыңызды қойып алыңыз десейші. Точка Мен входа темам 15 қызық минутта емес болып жақсы қалды ғой, көрінеді. Айдар. Сен проб компания болып кет. Точка входа 15 минут жақсы көріне ме дейді. Жақсы көріне ме? Маған жақсы көрінеді. Андай әр адамның менің әйелім өзіме сұлу көрінеді деген сияқты ғой. Өз әйелім өзіме сұлу көрінеді. Қазір мысалы мына экранда сен көрсетіп тұрған 15 минуттық таймфрейм ғой. Ана жаңа сен айтқан жерден идеально көрініп тұр мысалы. Тоже көрінеді. Бұл деген жаңа ұзақ мерзімде. Мысалы мынаны қазір 5 минут 1 минутқа ауыстырса, ада Жалын мырза кірген жерден толық мына бүкіл движениені ұстамас еді да, мысалы 5 минут 1 минутпен қарап отыратын адам. Сондықтан О, 1 минут болатын болса, сен шайқап жібереді ғой, шайқап жібереді. шейкаут жасайды, манипуляция, пулбагына түсіп қаласыздар. Сондықтан 15 минуттық таймфрейммен кірген өте керемет. Мысалы анда жүр ғой, иә. Мысалы мына 1 минутпен. 1 минутпен сен кіретін болсаң, біріншіден, окей, жақсы, мына төбесінен кірші деші. Ой, мықты болып мына жерден кірдім деп. Бірақ мына жерден кіргеннен кейін, ана кісінің айтқанына мен консолидацияға түсіп қалдым дейді ғой. А маған консолидация емес ол. Маған кәдімгі 15 минуттық свеч әлі бір екеуі жабылған жоқ. А мына пулбак сені шығарады мынау. Шошытып жүреді сені. А мен мына жерден кез келген мына ортадан кірген соң стоп мына жерден, мына жерлерден ұстай беруге болады. Так, Сосын бір момент мына жерден шығып кетесіңдер, мысалы 1 минут болса мынадан шығып кетеді елдер да, мысалы. Ал оны егер жаңағы 15 минуттықпен подтверждение жасап 15 минуттықпен қадағалап отырса, мына жаққа дейін ұстауға жоқ, болады да. Ақылбек, бұл тек фьючерс емес. Бұл Бұл фьючерс деп барлығына атқан мынау келеді, S&P универсальный 500 ғой, S&P таймфрейм 500 бәрінде ғой. бар. Бұл S&P 500 акция ғой. S&P 500 ол акция, бірақ акцияны мен фьючерс арқылы жасаймын. Өйткені алғашқы өзі неден кейін фьючерсқа, барлық адам фьючерсқа өтеді трейд жасап. Өйткені фьючерстің объемы, қозғалысы жақсы да. Акцияда болады, бірақ акцияны мен уже, чтоб өзімді отвлекать ету үшін, акцияға мен инвестиция жасаймын. Чтоб акцияны мен трейдинг ретінде қарастырмауға өзімді бөлек мынау, чтоб өйткені Тесланы мысалы мен лонға, инвестиция лонға сатып алдым. Дұрыс па? Лонға сатып алдым. И менің ойым тек қана өсу жайлы анализдер болады. Ал мен Теслаға трейдинг жасайтын болсам, мен оған шорт жасайтын болсам, менің ішімдегі жаңағы сенімім оған конфликт болады. Түсіндірсіз ғой? Конфликт болады. Мен қалай өсемін деп инвестицияға алған акцияға мен шорт жасаймын, жоқ құласын деп та. Сондай болады да. Несі мына таймфрейм кез келген. Форекс жасайсың ба, не жасайсың, таймфрейм анализ ол не емес қой. Бәріне бірдей. Time and sales level жұмыс істей ме? Жұмыс істейді, конечно. Окей. Все. Болды ғой деймін. Болды ма? Қайдар? Иә, сұрақтарыңыз болса қойып үлгеріңіздер. Анализдің орындалу уақыты таймфрейм түріне байланысты деп ойлаймын дейді. Все. Болды, қысқа да нұсқа. Бұл жерде айтайын. Өйткені таймфрейм жайлы маған көп сұрақ қойды. Мынаны қалай істейміз, ананы қалай істейміз. Оны мен бір ауыз сөзбен немесе Инстаграмда рилспен мен 2 минутта түсіндіре алмаймын мен бұны. Сіз бұған, бұл ұзақ дүние. Біріншіден мен айтқаным мынау. Сіз бұны бір апта тест жасайсыз. Бұл 5 күннің ішінде 2-де 3 күн жұмыс жасайды екен. Жақсы. Содан мен де мысалы бір аптада 2-де 3 күн жұмыс жасайды. Мен күшімді сол 2-3 күнге саламын. 2-3 күнде мен міндетті түрде мынаны көрдім, мен ақша алып шығуым керек. И тәртіппен отырамын да, маған жақсылап контрактпен, и мен аз контрактпен кірмеймін, мүмкіндігінше көбірек контрактпен кіремін да. Чтоб проб трейдинг компания маған рұқсат бере алады, ол көп жаңағы контрактпен кіруге.
Сабақ сақтала ма дейді. Қазір көрейік, сақталса дұрыс болар еді негізінде. Жаңа менікі ортасынан үзіліп кетті. Сенде әлі запись болып отыр ау деймін. Аха. Все онда. Қазір мен мына жерде записьті тоқтатайын. Сұрақтарыңыз болса маған жаза беріңіздер. Осындай бір түсіндіруге келетін дүние болатын болса, осылай бір түсіндіріп жіберуге тырысамын. Сол үшін бұл жерде өздеріңіздің бұрында істеп жүрген жұмыстарыңызға менің айтқан сөзім конфликт болып жатқан болуы мүмкін. Секундта, минутта кіріп жатқан қалай болар екен деген сияқты да. Бірақ енді жасымыз кішкентай болғанымен, енді трейдинг саласында, осы саласында 6-7 жыл болған соң, ақсақалдарымыз енді қазақтардың ішіндегі да, Америкаға барсақ бала болып қаламыз ғой енді. Мына жерде ақсақалдар енді чуть-чуть бірдеңке білу керек негізі. Сол үшін сол таймфреймге қарай өсуге, не істеуге көріңіздер. Ал мынау алтын жасап жүрген бәлелерді мен қарап жүрмін. Бір 2024-тен бері, 2024 па 2025 жылдары туылған бәлелер, имеется в виду жаңағы трейдті жасап бастаған бәлелер да. Олар әлі пісіп жетілген жоқ, олар білмейді. Может, бір-екі точканы тауып алған болуы мүмкін, бірақ бір жылдық статистиканы алу керек та табысына. Бір жылдық статистика бойынша олар үлкен деген 90% дегенге вообще сенудің қажеті жоқ. 90% ақша табамын деген не сонда ол?